Жақында ғана шыққан Freedom Mediaның 140 балл сериалындағы Дәмелінің шығармалық алған есебін бірге қарайық. Қарайтын болсаңдар, жоғары жақта бізге логарифм берілген. Давайте қараңдар. Мына өрнекті А деп алсам, мысалға, тоже мына өрнек не болады? А-ның квадрат. Давайте жазайын. Логарифм А-ның белгілі бір Б деген өрнек болса, тең болады, тоже не болады? Логарифм А-ның квадраты, давайте мынау менде белгілі бір С болсын. Логарифм қасиеті бойынша негізгінің дәрежеде тұратын болса, оны алдына қарай біз бөлшек ретінде шығарып жүрсек болады. Сонда логарифм А негізді Б тең болады 2-ден 1. Логарифм А негізді С деп 2-ден 1 шығып кетті. Енді мына тұрған 2-ні теңдіктің сол жағына көбейтіп жіберуге болады. Сол кезде 2 көбейтілген логарифм А негізді Б тең болады логарифм А негізді С. Енді логарифм қасиеті бойынша тағы да 2-ні алып барамыз да Б-ның дәрежесіне кіргізіп жіберсек. Сонда логарифм А негізді Б-ның квадраты тең болады логарифм А негізді С. Сонда Б квадрат дегені менде мына тұрған өрнектің квадраты болып кете салады. Жазайын. Логарифм 13х қосылған 10 және бізге не болады? 4 азайтылған 2х минус y-дің квадраты болып кетеді. Тең. Логарифм 13х қосылған 10 және бізге жақшаның ішінде 16 азайтылған 8y азайтылған 16x. Енді қарайтын болсаңдар, логарифм екеуі бірдей, барлығы қысқарып кетеді. Мына екі өрнекті бір-біріне теңестіремін. Енді біз жақшаны ашып, барлығын квадраттап қосып азайтатын болсақ, бізге мынандай өрнек шығады. Y тең минус 2x деген белгілі бір өрнек шығады. Енді тура осыны алып барамын да екінші өрнекке апарып, мына тұрған y-тардың орнына апарып қоя саламыз. Сол кезде, енді жақшаның ішіне өрнек дейтін болсақ, котангенс минус 10x-тан 3x азайтса минус 7x минус 7 көбейтілген тангенсте тоже менде 2 қосылған 6х тең болады 1 деген шықты. Котангенс альфа көбейтілген тангенс альфа деген ол 1-ге тең. Демек, осы жерден тангенсті екеуінде тангенс бойынша немесе былай жазсақ болады. Тангенс 2 қосылған 6х бөлінген тангенс жаңа қанша еді? Минус 7х минус 7 тең болады 1 деген өрнек. Енді осы жерде тангенстердің бір-бірінен айырмашылығы бізге тек қана пика деген периодта, яғни бұрыштардың айырмашылығы пика деген периодта болу қажет. Сондықтан да мына екі өрнек жазам. 2 қосылған 6х тең болады минус 7х минус 7 қосылған пика деп шығара саламыз. Х-ардың барлығын сол жаққа өткізіп жіберсем менде 13х тең болады минус 9 қосылған пика. Х-ті табатын болсақ барлығын 13-ке бөлем. Х тең болады минус 9 қосылған пика бөлінген 13 деп міне қоршап қойдым. Алып барып х-тің орнына жазам. Минус 2 көбейтілген деймін да, бағанаға минус 9 қосылған пика бөлінген 13-ті жазып жібереміз. Енді барлығын көбейте салсақ, минус көбейтіліп бізге плюсқа айналып кетеді, яғни 18 азайтылған 2 пика бөлінген 13 деген бізге y-дің жауабы шығады екен. Мына оқшар. Мынау менде x-тің жауабы, мынау y-дің жауабы, осы дәмелінің шығармай қалған есебінің жауабы осы өрнек болып шығады екен. Математиканы осылай оңай түсінгенсе, онда парақшаға тіркел, және де математика таңдап жатқан 10-шы сынып болсаң, онда комментарийға курс деп жаза кет, мен саған курс туралы толық ақпараттың барлығын беретін боламын.